Так, саламатсыздарбы окшор, атомдық физиканың алтыншы сабағы. Бүгін аяқтаймыз атомдық физиканы. де Бройльдің алдында кішкене болсын қарап өткен едік теорияларын. Енді бүгін біз есептеріне келеміз. Жалпы Луи де Бройльдің біздегі формуласы қандай? Ол бізде бұл жерде лямбда дегеніміз ол h бөлінген p деп айтамыз, немесе p дегеніміз бұл жерде бізде h бөлінген лямбда. Осы бізде де Бройль өрнегі деп аталады. 89-да бізде нұсқасы кеп тұрған вариант өзі біреу ақ, лямбда тең h бөлінген p. P-ны біз mv деп те ашсақ болады, соны ұмытпау керек. Түсінікті ғой, так, жақсы. Енді келесі. 90 есепті қалай шығарамыз? Өте оңай деп ойлаймын 90 есеп шығару. Жылдамдық бар. Оның алты дәрежесі метр бөлінген секунда деп қояйық. де Бройльдің толқын ұзындығын табу керек. Массаны беріп қойған, h-ты беріп қойған, бұл мән жазып өтпейін. Тек қана формасын көрсетіп өтемін. Жай ғана не істейміз? Мына формаға қоя саламыз. h бөлінген mv дейсіз де кете бересіз. h-тың мәні тұр, m-нің мәні тұр, v-нің мәні тұр. Міндетті түрде мына есеп шығарып комментарийға жауабын жазып өтіңіздер. Так, тура сол сияқты 91-ші есепте тура солай шығарылады. Қатты баста ауыртпай-ақ қойық. Өзі қолданып жатқан бір-ақ формула. Толқын ұзындығы h тең h бөлінген mv бітті міне. де Бройльдің формуласы 91-де сонымен шығады. Шығарып міндетті түрде комментарийға вариантын жазып кетіңіздер. 92-де сонымен шығайын деп тұр ғой, өте ези есептер. Мына екі есепті өздеріңізге қалдырдым. Шығатын формасы мынау. Вариантты тоқтатып шығарып комментарийға былайша айтқан кезде нұсқасын жазып кетіңіздер. А немесе Б деген сияқты. Енді 93-ке келейік. 93-ті енді біз өзгертеміз. Неге? Кішкене нюанс бар да, мынандай бір нәрсе білу керек та. Жалпы бізде де Бройльдің формасы қалай қолданылады? Лямбда дегеніміз ол бізде h бөлінген p дедік, немесе mv дедік. Енді қандай жағдайда бізде mv формасы қолданылады? Ол форма бізде қолданылады егер бізде v-міз кәдімгідей кішкентай болатын болса с-дан да. Түсінікті ғой? С дегеніміз не ол бізде? С дегеніміз ол жарық жылдамдығы. Ол 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Міне. Алдыңғы есептерге қарайтын болсақ, олардың барлығы бізде жарық жылдамдығынан кішкентай. Неге? Өйткені мынау 1-ді 10-ның 6 дәрежесі, жақын емес 10-ның 8 дәрежесі. Мына жақта вообще 10-ның 3 дәрежесі. Көрдіңіз ба? Ал енді мына есепте бізде қазір жылдамдығымыз қандай болып тұр? 2 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болып тұр. Көрдіңіздер ма? Дәрежемен дәреже кеп тұр ма? Бұл деген сөз бұл жарық жылдамдығына жақын дегенді білдіреді. Сол себептен бұл жерде бізде классикалық ұмытамыз уже. Не қолданады бізде? Релятивистік қолданылады бұл жерде. Түсінікті ғой, уже релятивистік импульс келіп жатыр. Бағана біз классикалық импульсті қолдандық mv деп. Ал уже жарық жылдамдығына жақын ба бізде релятивистік импульс қолданылады деген сөз бұл. Түсінікті ғой? Бұл есеп кішкене басқаша шығады демек. Бұл есеп қалай шығарамыз? Релятивистік импульс дегеніміз не өзі ол жалпы? Релятивистік импульс дегеніміз ол бізде p тең, мынау тұрған mv-міз бар ма? Одан бөлек тағы 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат түбір астында осы қолданылады. Көрдіңіздер ма? Мұнда формамыз бізде қалай өзгереді? Лямбдадан табу үшін біз не істейміз? h-ты келеміз де неге бөлеміз? mv-ға бөлеміз, Бірақ мына жақта не жүреді бізде? Релятивистің мынандай бір бөлшегі міндетті түрде жүреді екен. Осыны жаттап алу керек міне. Мына формаға саласыз, шек еткізіп 93 есеп шыға салады деген сияқты ғой. Түсінікті ме? Өзіңіз шығарып комментарийға жазып өтіңіздер. Ары қарай 94-ке келейік. Боқта енді кернеу берілген кезде қалай шығарамыз деген вопрос. Толқын ұзындығын қалай табамыз? Енді мына нәрсені үйретейінші мен. Жалпы бізде энергия дегеніміз не ол? Энергия дегеніміз ол бізде mv квадрат бөлінген 2 ғой, мысалға, допустим. Енді екі жағында осының m-ға көбейтетін болсам не болады менде? em болады. Мына жерде менде m квадрат v квадрат болады бөлінген 2, Енді мен бұны қайып жаза аламын деген сұрақ қой. Бұл деген сөз мына p квадрат деп жаза аламын да, мына 2 деп жаза аламын. Сонда p дегенім ол менде 2m e түбір астында. Ал енді e дегеніміз не ол? U мен электронға байланысты, Біз оны алдыңғы сабақтарда шығардық, ол EU. Сонда бізде қорытқы форма p дегеніміз ол бізде 2m EU дейміз де кете береді екенбіз міне. Осында екі форманы жаттап алсау керек. Сонда қазір біздегі шығатын есебіміз лямбда тең h бөлінген түбір астында 2m EU дейміз де, түбір астына аламыз да, мына формаға салып 94-те шығара салады екенбіз. Ары қарай соңғы есептер қалды деп ойлаймын. 95. То же самое 100 вольт берілді ма, қандай формамен шығарамыз? Жаттап алсау керек. Лямбда тең h бөлінген
2MEU бітті. Фук еткізе саламыз. Қараңыздар, 97, 96-ның өзі бөлік айтып өтетін бол. Кеген нюанс бар ол жерде. 97 дегенімізде тостанбай ләмбда тең H бөлінген 2ME кинетик дейміз да. Фук еткізіп жалып қоя саламыз. Түсінікті ма? Осылай есепте шығара беретін боламыз. Мынандай формулалар қолданылады. 95-97-де міндетті түрде жазып алайық, шығарып, вариантын комментарияға жазып өтеміз. Енді 96-ны қалай шығарамыз деген сұрақ, соңғы есеп, сонымен атомдық физика тарауы бізде толықтай бітеді. Енді толқын ұзындығы дейді. Жазып өтейік. Толқын ұзындығы 4-2 пикометр. Пико дегеніміз ол бізде 10-12 дәрежесі ма? Метр болады. Жаттап алу керек. Электронның релятивистік массасы. Жай масса емес уже. Қандай масса бізде? Релятивистік масса да. Түсінікті ма? Осы нәрсені жаттап алу керек. Окей. Енді бұл есепті біз қалай шығарамыз? Релятивистік массаны қалай табамыз? Осы нәрсені жаттап алу керек. Так, енді біз бірінші не істейміз деген сұрақ. Ең бірінші бізде қараңыздар, ләмбда бізде белгілі ма? H бізде белгілі ма? Белгілі. Так, P бізде белгілі. Қараңыздаршы мені. Релятивистік масса деп тұр ғой, релятивистік масса деп тұр ғой. Сондықтан бұл жерде біз бетеміз да. Релятивистік массаны табу үшін бізге бірінші не керек? Релятивистік импульс керек та. Біз бірінші релятивистік импульс табамыз. Штрих деп қойсақ, релятивист екендігін білдіру үшін. Сонда P штрих дегеніміз ол бізде H бөлінген ләмбда ғой, дұрыс па? Мен ана жерден оның мәнін таба аламын деген сөзді. Көрдіңіздер ме? Міне, осылай жасаймыз. Енді ары қарай не істейміз деген сұрақ. Мына нәрсені көріп алу керек. Сөйтеміздағы біз не істейміз бұл жерде? P штрих тауып алдық қой. Значит, P штрихтің формасы қандай да релятивистік бойынша? М нолевой көйтілген В. М нолевой деген не ол? Электронның тыныштағы массасы да. Тыныштағы массасы, яғни релятивистік масса емес, ол тыныштағы массасы. 1 минус В квадрат С квадрат дейміз да. Енді осы жерден біз не істейміз? Мына жерден бізге В-ны тауып керек. Бетесіздер қараңыздар. Егер В бізде приблизительно жуық болатын болса С-ға, жарық жылдамдығына, онда біз осы жерден релятивистік массаны өзін жеке тапсақ болады. Жылдамдықты тауып алғаннан кейін. Міне. Мынандай болып шығатын болса, мына релятивистік массаны табу үшін сіздер не істейсіздер? М0 1 минус В квадрат бағана тауып алған В-мен бүйтіп М штрих табамыз. Бұл бірінші вариант. Ал енді екінші вариант, егер бізде қазір табатын нақтан шығатын В-мыз өте кішкентай, кәдімгідей кішкентай болатын болса, яғни оның 8 дәрежесі емес, одан кішкентай болып тұратын болса, мен жаңа айттым ғой, оның 8 дәрежесіне жақын болатын болса, ол жарық жылдамдығына жақын деген. Егер одан төмен болатын болса, оның 6 дәрежесі жетті, мысалы 5 С-дан кішкентай болатын болса, онда релятивистік массамыз кәдімгі тыныштағы массаға тең болады деген сөз. Яғни релятивистік масса жоқ деген сөз. Неге? Өйткені бұл классикалық принципке келіп тұр. Неге? Себебі, егер де бізде табылған жылдамдығымыз жарық жылдамдығынан өте аз болатын болса, демек ол тыныштағы массаға тең болады. Релятивистік масса деген понятие жоқ ол жерде, түсінігі жоқ. Ол кәдімгі ес бізде тыныштағы масса, түсінікті ғой. Ал егер мынаяқтан шығатын қазіргі біздегі бағана форманы көрсетіп өттім, сондықтан егер жылдамдық бізде приблизительно С-ға болып шығатын болса, онда біз мына жерден М штрихті кәдімгідей бүйтіп табамыз. Бүйтіп міне, түсінікті ғой. Мынаяқтағы М0 деген не бұл? Бұл 9-да 1, 10-ның минус 31 дәрежесі килограмм. Енді бағанағы формуладан бізде В-ны табатын болсақ, ол жерде никак бізде жарық жылдамдығына жақын мән шықпайды. Сол себептен ол бізде классикалық принцип, яғни кәдімгі тыныштағы массаның өзі болып шығады релятивистік массамыз. Түсінікті ғой? Өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Жарық жылдамдық бізде өте аз шығады. 173 километр сондай шығады секундына. Міне дәл осылай біз атомдық физиканы бүгін аяқтап отырмыз. Енді келесіде басқа тарауларды талдайтын боламыз. Комментарийға жазайық, каналға жазайық.